Запретить, заставлять учителей выполнять. Мұғалімдерді мәжбүрлеуді тоқтатамыз. Қазір ұстаздар жұртқа жол жүру билеттерін таратады, үйлерді аралайды, статистикалық мәліметтер жинайды. Мұғалімдерді жұмсауға тыйым салатын үкіметтің қаулысын әзірлеуге кірістік. Біз ұстазбыз ғой. Балалардың алдымызда да қаншама біздің қадір қасиетімізді кетіріп, сабақтардың үстінде кіріп келіп, бізге айғайлайды. Біз сол кіте мен енді осындай ауыр жағдайда жүрмін. Сен сол ұстаздарды сонда жіберіп қойдың, сен көмектестің, сен заңды айтып қойдың дейді. Бұл кісілер көп жыл жұмыс істейді. Мен көмектесуге қол ұшымды беремін. Біз сол үшін сотқа жүгіндік. Сот әділ емес деп ойлаймын. Біз бәрі құқығымызды қорғау үшін сотқа бардық. Қаншама куәгерлер, қаншама диктофондар, қаншама қағаздар апардық. Соның бәрі жоққа шықты. Үйіме үнсіз тұнжырап қайғырып келем, толықсып жатып сонан соң кетемін ұйықтап кетсем. Толықсып жатып сонан соң кетемін ұйықтап кетсем, түсімде сәйгүлік көрем. Мінемде шабам алдымнан аңғарларға тап, таулардан орғып өтемін саңғарларда тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұтармын арманнан да тақ. Ақ құсымды мың бұл күнде айдыны қырау, қай жақ апарып көмермін қайғыны мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Білгенменен қуғынға ұшырайды. Қазақстанның түкпір-түкпірінен мұғалімдер жиналып, біз осы 4-5 күн көлемінде үндеу жарияладық. Осы артық жұмыстар бар, ішінде газет журналдарға жазылу бар. Жалпы барлық мәселелер осыда қамтылған. 300-ге жуық мұғалім қол қойған. Осы білім министрінен келген өкілге осы үндеуді тапсырсам деп едім. Біз бұны Ерлан Сағадиев мырзаның атына жолдадық. Біз сіздерден жауап және жақсы нәтиже